Жалаушылар, ассалаумағалейкум. Біз Қызылорда облысын өтіп, Түркістан облысына келдік. Мына жер бетпақ дала деп аталады. Көріп тұрсыздар, жел, шаң, топырақ, ен дала. Бірақ біздің жігіттер, тұлпарлар 850 километрді бағындырды. Бірінші боп мәре сызығын Түркістан облысы кесті. Өйткені олар өз жеріне келді, және жігіттеріне де, тұлпарларына да рух бітті. Екінші боп Маңғыстау облысы, үшінші боп Ақтөбе облысы кірді. Бірақ бір қызығы, Маңғыстау облысы мен Ақтөбе облысының арасын бір ғана секунд бөліп тұр. Ақтөбеден 1 секунд оздыңыздар, бүгін 1 секунд. Бағанадан бері бірге тетелесіп келе жатсыздар. Енді бәсекелестен аттар зардап шекіп қалмай ма дегенім ғой? Енді мәре әлі алда, әлі 300 километрдей жер бар, сондықтан бұйырғанын көреміз енді. Әркімнің өзінің тактикасы бар. Бірақ кеше кәдімгі едәуір есепті қысқарттыңыздар. Иә. Это фантастика. Добавка, да? Это вообще. Мына жердің суында шамалы тұз бар екен, су ашылау екен. Ойын біздің аттарға жақпайды, ондай су ішпеген, тұщы су ішіп жүрген аттар ғой. Бұл науар кері әсер тиіп қалуы мүмкін да. Сондықтан қолда келгенше бұл судан суармағанымыз жөн болады. Онда қайдан аласыздар суды? Біз суымызды өзімізбен алып жүрік, әрдайым өзіміздің машинаға сасып, үйренішкен суларын сол суды беріп жүрік. Қанша километр сайын суарып отырсыздар аттар? Каждый 10-15 километр сайын суарып отырық. Қандырмай, тек ауыздар шамалы. Сол себепті бірінші келе жатырмыз дейсіз ғой. Шүкір Аллаға, шүкір айтып жайлап келе жатырық баппен, аттың жағдайына қарап. Бұл жерде асығып кеткен түгіміз жоқ, тек аман есен жету мақсатымыз Түркістанға. Қазақ атын дәлелдеу. Қызылорда облысына кірдік, қызылордалықтарды көрдіңіз ғой, қалай күтіп алғанын өздері. Ән, күй, би барлығы. Түркістанға кірдік, бірақ сіздерді бұл әбет қой, кешке басылады ондай нәрсе. Алда ғой. Қалай келдіңіздер? Әйбат келдік, жақсы келдік. Аттарыңыз қалай? Аттар әйбат болады. Бола ма? Аттарыңыз сабалап келе жатсыздар. Енді мәреге жақындағанның бәрі сабайды, уақыт болса кішкене. Бізге ыссы болған жақсы негізі Маңғыстауға. Салқын-салқыннан көріп, ыстық аттарымыз үйренген. Осы уақытқа дейін 900 километрді бағындырып жатсыздар. Шүкір Аллаға, шүкір. Аттың үстінде. Ол да оңай зат емес негізі, қолда былай қарағанда. Қаншама азаматтар жүр ғой, аттың маңайына жола алмай көлеңкесінен қорқып. Иә. Шаң енді мына топырақ шаңы бүкілі жаман болды, сол қиын болды. Басқаны әрбайын Басқасы бәрі. Ал ауа райы ше? ауа райы жақсы, салқын. Туған жерге жақындаған сайын ерекше болады бәрі, ұмтылыста болады. Енді Құдай қаласа киелі Түркістан төрінде бәріміз аман есен сол жақта қауышайық. Әмин. Жүлдемен жетейік. Сіздерге жеңіс тілеймін. Ал енді қалай тамақтанып отырсыздар? Тамақ қымыран деп жатырсыздар және. Ал міне Түркістанның жігіттері, шабандоздар маған қымыран ұсынып жатыр, бауырсақпен. Дәмді екен, рахмет. Садрахманның атасы, ана әкесі салып жіберген екен. Құдай қаласа мұны атасы жоқта ұлым деп еленіп қояйын. Осы әнішек атасының баласы келатыр, Құдай қаласа. Мұны Думан ағасы, капитан команда, Түркістанның төрінен келген Думан ағасы. Бір-біріне демеу болып, 4-5 бірге келатын. Бөліп жармаймыз. 15 бала да менің балам, 10 ат та менің ұлым. Мына жүрген ақсақалымыз бар екі. Ол екеуі де менің әкем. Сондай ғой дағды. Бұл не сіз? Бұл анау іш өтіп қорықты шамалы. Жаман жеп қойған ба соған витаминдерін салып жіберейін деп жатырмын. Іш өткенге бұл ем ғой, Иә. Түркістанға жету біздің мақсатымыз бірінші орын емес. Жаңа қазақтың мықтылығын, қазақ атының мықтылы екендігін, ер азаматтарының, қазан аттарының бар екендігін дәлелдеу. Сондықтан жаңағы ақырғы асықпай жүріп, анықбас еңбегін кетпес далаға дегендей, асықпай жүріп, анықбас кетеміз. Бұнда ешқандай қиындық тудырып жатқан жоқ, атқа да өзімізге де. Біраз күннің ыстықтығы кеше алдың күндері біраз кедергі болды. Әйтпесе қазіргіде ешқандай қиыншылық жоқ, бәрі жақсы. Келгеннен кейін кішкене көмек болсын деп аяқтар ауырады ғой соған. Қыстырып тұрсын, суытып тұрсын деп согревающий дейді ғой. Охлаждающий сондай мазь ғой. Кішкене аттарды тынықтырайық. Соңғы шақырымға деген сондай ой. Соңғы шақырымда тынықтырып, соңғы шақырымда Алла қаласа киелі Түркістанға алдыңғы қатарда кіріп кетсек бе деген
кезде ат құлақ қайшылап тұр. Анау таза сумен де суарғанбыз. Мына бұлақтың таза мұздай суынан ішіп алсын, іштері мұздасын деп аттың өзі қалап тұрған екен, соған салып отырмыз. Аяқтары да мұздасын деп ана батпағына. Кешегі видеоблогымда айтқан едім, күн сәл салқынырақ болса деп, бүгін міне сол тілегім қабыл болды. Соның себепті барлық командалар 850 километрді ертерек аяқтады. Бірінші боп Түркістан, екінші боп Маңғыстау, үшінші Ақтөбе, төртінші Қызылорда, бесінші Жетісу, алтыншы Жамбыл, жетінші Абай, сегізінші Шығыс Қазақстан облысы 850 километрдің мәре сызығын кесті. Ал кешкісін тағы да бір видеоблог жариялаймын, ол кезде жалпы есеп қорытындысы шығады.